34-ші тарау. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уәсәләмнің сөйлеуі. Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәләм сендер секілді тез сөйлемейтін, керісінше анық, айқын сөйлейтін. Жанында отырғандар не айтқанын жаттап алатын. Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәләм түсінікті болу, алдындағы адам түсіну үшін айтқан сөзін 3 рет қайталайтын. Түсіндірме: бірінші рет естірту үшін, екінші рет назар аударту үшін, үшінші рет айтылған сөзге ой жүгірту үшін. 3 рет қайталау бұл шегі, қажеттілік туындаған жағдайда ғана қайталаған. Ал ешбір себепсіз сөзді қайталай беру шешендіктің белгісі емес. Хасан ибн Али нағашы ағасы Хинд ибн Абу Халядан Алла елшісін саллаллаху алейхи уәсәләм сипаттап беруін сұрайды. Ол кісі адамның бейнесін, түр-тұлғасын, іс-әрекетін көркем суреттеп беретін. Пайғамбарды саллаллаху алейхи уәсәләмді былай деп сипаттайды: Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәләм әрдайым уайым үстінде көп ойға шомылатын, жаны жай таппайтын, ұзақ уақыт үндемей жүретін, тек қажет кезде ғана сөйлейтін, сөзін Алланың атымен бастап аяқтайтын, аз сөйлесе де саз сөйлейтін, қысқа нұсқа айтса да айтқан сөзі мән мағыналы, толы әрі анық, айқын айтатын. Көп сөйлеп артықта кетпей, әрі түсініксіз, жеткіліксіз, кем де болмайтын, дөрекі де емес, және жанындағы адамды кемсітпейтін, көзге көрінбейтін, кішкентай болса да кез келген нығметті, дүниелік яки ақыреттік сый-сияпаттың қадірін біліп ұлықтайтын, оған бей-жай қарамайтын, ішкен асына артық сөз айтпайтын, мақтамайтын да. Қызыл да жасыл да дүние оны ашуландырмайтын. Алайда ақиқат аяқ асты етіліп қалған жағдайда жалғанның беті ашылып, шындықтың шыңына жеткенше дейін ашуы басылмайтын. Өз-өзіне ашуланбайтын, әрі өзін ақтап алуға тырыспайтын. Бір нәрсені көрсетсе, толық алақанымен ишарат ететін. Ал егер таң қалып жатқан жағдайда алақанын кері қарататын. Сөйлеген кезде қолы қозғалып тұратын, әрі оң қолының ішкі жағы алақанымен сол қолының бас бармағын ұстайтын. Егер біреуге ашуланса, одан толыққанды теріс айналатын. Ал қуанып шаттанған сәтте көзін төмен түсіретін. Күлгенде көбінесе күлімсірейтін. Күлген кезде аппақ бұршақ іспетті, жарқырап тістері көрінетін. Құрметті тыңдармандарым, видеомды соңына дейін тыңдаған болсаңыздар, әлі тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алланың нұры жаусын баршаңызға. Келесіде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәсәләмнің күлкісі жайында баяндайтын боламын.